Сәлем достар, бүгінгі видеода қан ұю процесі туралы айтатын боламыз. Қанның ұю тақырыбын бастамас бұрын қанның құрамдас бөліктеріне тоқталайық. Қызыл қан жасушалары, лейкоциттер және тромбоциттер бірге қанның 45%-ын құрайды, ал қалған 55% бұл қанның ұюына қажетті плазма. Оның құрамында фибриноген бар. Біздің денемізде табиғи түрде қан кетуді тоқтату процесі бар. Бұл дененің бір бөлігі кесіліп, кішкентай артерия кесілген кезде оның тініндегі коллаген талшықтары ашылып, ұю процесінің басталғанын білдіреді. Осы кезде тромбоциттер кесілген жердің шеттеріне жабысқандықтан олар химиялық заттарды шығарады. Тромбоциттерді одан да көп тарту үшін ақырында тромбоциттер тығыны пайда болады және сыртқы қан кетеді. Тромбоциттер фибриногенге жабысады. Иммобилизацияланған фибриноген ұю факторын тартады. Қанның ұю факторы фибриногенді фибринді полимерлерге айналдырады. Бұл реакцияға қажетті тромболитикалық ферменттер кешені фибрин молекулалары түзілгеннен кейін белсенді емес күйде плазмада болатын бір қатар факторларды қамтитын каскадты процесте өзара байланысты ферменттер тізбегі арқылы түзіледі. Плазмидті молекулалар фибриндік торға тартыла бастайды, әрі қарай бұл молекулалар фибриндік торды бұзады. Фибринолитикалық ыдырау өнімдері макрофагтар мен эозинофилдер арқылы фагоцитозға ұшырап, қалыпты қан ағымы қалпына келеді.